Қалайсыздар достар, бізде келесі сабақ. Бұл сабақта біз келесі аудитория, бізде видеоны көрген аудиториясын жүктейтін боламыз. Яғни сол аудиторияны создать етеміз. Ол үшін создать аудитория басамыз, пользовательская аудитория, и одан кейін мына жерде видеоны басамыз. Далее басамыз. Міне, выберите тип контента. Бұл жерде әртүрлі түрлері бар. Біздің видеомыздың 3 секундын көрген, минимум 10 секундын көргендер, одан кейін посмотреть ваше видео полностью, бүкіл видеоны көрген, немесе 15 секунд көргендер. Одан кейін видеоның 25%, 50%, 75%, 95%. Бізге керегі 75% және де 95%. Енді 75%-ды таңдаймыз. Біздер страницаны тауып аламыз өзіміздің. Міне, бұрын міндетті түрде бұл жерде видеоларда бұрын таргетке жіберілген болу керек. Содан кейін барып мына жаққа осындай данныйлар тұрады, и біздер видеоларды таңдаймыз. Так, мына барлығын таңдасақ болады. Осылай таңдаймыз и подтвердить басамыз. Енді келесі 95%-ға тоже осылай таңдаймыз. Яғни мына жерде бүкіл мысалға мына видеоны көрген адамдар саны 18 000, бірақ оның ішінен 95%-ын көрген 3 000 адам немесе 5 000 адам болуы мүмкін. Яғни соның ішінен Facebook автомат түрде есеп береді. Удержание, в принципе, қозғамасаңыз да болады, немесе 90 күн деп қойсақ та болады. 365 тұра берсін. Одан кейін название аудитории. Бізде видео көргендер. Ағылшынша немесе өзіңізге ыңғайлы ретінде жазсаңыз болады. Видео көргендер 75% и 95%. И жанына 365 күн деп сізге өзіңізге түсінікті болады, ыңғайлы болады, алдағы уақытта жұмыстарға керек болады. И готово. Енді бірінші видеода осы аудитория бөлімінде мен айтқан болатынмын, осы аудиторияларды қолданып қалай таргет жібереміз. Ол үшін ADS менеджерге өтеміз. Қарапайым өзімізге керек цель таңдаймыз. Қазір реклама создать етеміз. Өзімізге керек цель таңдаймыз, мысалға трафик. Одан кейін толтырмай қойын, бірден көрсетейін. Қарапайым кәдімгідей таргетті жасап бастайсыз. Тек бір ғана момент, группа повеление деген жерде, аудиторияны белгілейтін моментте мына жақтан ешқандай аудиторияны таңдамайсыз. Ештеңені өзгертпейсіз. Мына жерде поиск существующих аудиторий деген кезде біздің аудиториялар шығып тұр. Мына жерде менее 1000, мына база әлі дайын емес, мына жақта әлі дайын емес, мына жақта дайын емес. Не себепті? Себебі біздер жаңа ғана жасадық. И бұл аудиториялар дайын болу үшін мына жерде дайын екенін қайдан білеміз? Мына жерде нақты сан тұрады. Мысалға мына жерде мысалы 28 000 ішінде 21 000 адам деген секілді. Сол кезде ғана уже бұл аудиторияларды қолдануға болады. Осылай біреуін таңдайсыз, немесе бірнешеуін таңдасаңыз да болады. Ары қарай уже қарапайым таргетті жасаған секілді қарапайым уже жасай береміз. Instagram, Facebook, мысалаларды алып тастаймыз. И мына жақта, например, нелер болуы мүмкін. Мына жерде нет информация деп шығып тұрады. Бұған мән бермейміз. Ары қарай таргетті уже жалғастырып, ары қарай жасай береміз. Баннерді жүктеп, сайттың ссылкасын немесе Instagram, басқа WhatsApp ссылкасын қойып, таргет жасап, опубликовать етесіз. И біздің рекламамыз именно жаңағы біз таңдаған аудитория ғана көрінеді. Дәл осылай таргетті жібереміз, ешқандай қиындығы жоқ. Сіздің де қолыңыздан келеді, және де іске сәт деген келеді. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыз.